келісім бересіз ба дегенде ер адам жоқ деп жауап берді. Неке туралы керемет кеңесіңізге рахмет. Сәлем достар, бүгін бізде сезім мен сенім подкасты. Бүгін бізде ерекше адам қонақта, яғни неке қиюшы, көптеген адамдар некесіне куә болған Салтанат апай. Салтанат апай, қош келіпсіз. Енді біздің бірінші сұрағымыз сізге, көптеген некелерге куә болдыңыз. Біз осы студенттердің неке қиюына қалай қарайсыз? Саламатсыздар ма? Студенттердің арасында жаңағы неке қиюға өз басым қарсымын, себебі былай айтады ғой, енді неке деген ол үлкен жауапкершілік. Сол себепті бірінші оқуын бітіріп, дипломын алып, аяққа тұрып деген сияқты. Ол неке болғаннан кейін бірінші сол жауапкершіліктен бастау керек деп ойлаймын. Сол үшін студенттік кезден бастаған. Студенттік кез кішкентай әлі кішкентай. Былайша айтқанда үлкен қадамға, үлкен өмірге қадам басу ғой енді неке деген. Сол себепті қоя тұрған дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі жастардың некеге деген көзқарасы қандай? Енді қазіргі жастар сол жауапкершілікпен қарайды деп ойлаймын, себебі қай жасты тыңдасаң да жұмысымды істейін, үй алайын, аяққа тұрып алайын, жаңағы өзім отбасымды бағатындай деңгейге жетейін, сосын ағарай көре жатамыз дейді көпшілігі, басым көпшілігі. Ал бір жағынан бұл жүргенде дұрыс емес, себебі қиыншылықты бірге көргенде дұрыс. Бірден отбасы болмайды ғой. Өз қиыншылықты, қуанышты бірге көргеннен отбасы ұзақ сақталады деп ойлаймыз. Мысалы, қазіргі уақытта жастар, мысалы 18-20 немесе 18-24 жас аралығындағы неке қиятын жастар көп па, әлде ой санасы жетіліп үлкен жастар? 18-20 жас көп емес. Жоқ десем де болады. Енді жас қой, ол көп емес енді. Аз ол. Көбінесе сол 25-24 жас, одан жоғары деген сияқты да, ол аяққа тұрған, жұмыс істейді деген сияқты. 18-20 жас енді әлде де ерте ғой. Көп емес ондай жастар. Осы бір көптеген некеге куә болған шығарсыз, өзіңіз бір есте қалған бір қызықты жағдайыңызбен бөліссеңіз. Есте қалған ба? Неке қию бойынша ғой. Неке қиюға келген кезде жаңағы некеге тұруға келісім бересіз ба дегенде ер адам жоқ деп жауап берген, әзіл ретінде. Ол көңілді болсын, күлсін деген ниетпен жауап берді ғой. Бірақ бір жағынан біраз адамдардың көңілі көтеріліп қалды. Біз бұл кейбіреуі жаңағы біртүрлі болып қалды. Неге қарсы ма деген сияқты. Біз де сөйтіп ойлап қалдық, шын мәнінде ол жаңағы көңілді болсын деген ниетпен айтқан екен. Жалпы енді осы жастарға неке қию алдында қандай кеңес берер едіңіз? Неке қиюға үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Үйлену оңай, үй болу қиын. Үйленгеннен кейін ол алдында жаңағы не дейді, отбасы боласың, бала шағаң болады, сол үшін бәріне жауапкершілікпен қараған дұрыс. Немқұрайлы қарауға болмайды неке қиюға. Міндетті түрде жауапкершілікпен үлкен қадам басқаннан кейін міндетті түрде жауапкершілік болу керек. Екі жастарда. Бұл жерде тек бір ер адамға қатысты емес, екеуіне де үлкен жауапкершілік артылады. Түсіністікпен қарау керек бір-біріне, сабырмен қарау керек. Бір-бірінің мінезіне үйренсем дегенше біраз уақыт өтеді. Кем дегенде 5 жыл. 5 жылдың ішінде бір-бір мінезіне үйренеді. Керек кезінде үндемей қалады. Бір-бір мінезін біліп тұрғаннан кейін
барлық жағынан барлық жағынан түсініп, бір-бірін түсінсе, ары қарай отбасы ұзақ сақталады деп ойлаймын. Керемет кеңесіңізге рахмет. Әр неке, әр өмірдің бастауы, ал махаббат әр сенімнің бастауы болады. Бұл сезім мен сенім подкасты. Көріскенше достар.